Пайғамбарымызды қараңыз, ең ұлы мысал болса керек. Таифтан қайтып келе жатыр. Жанында Зәйд деген інісі ма, асыранды ұлы дейміз ба, жанына ерген сахаба бар. Екеуі де қанға бөленген, бүкіл халық тасборан қып қуып шыққан. Түсінесіздер ме? Пайғамбарымыздың аяқ киімін қанға толтыру деген қандай үлкен нәрсе екен. Қазіргі кезде бір адамды әшейін осы мешіттегі екі адам бір-бірінің иықтас отырсыздар қазір. Мынау мазхаб ұстайды, мынау мазхаб ұстамайды, мынау анадай, мынау мынадай десеше, қолыңызға қару берсе атарманға барасыз қазір. Рас па? Соншалықты бөліндік қой біз. Бірақ бір Аллахқа бас иеміз, бір құбылаға қарап отырамыз. Бірақ сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям аяғын қанға толтырған адамдар, Аллахты танымайтын адамдар, түсінесіздер ма? Соларға мейірімдік жасады. Соларға мейірімдік жасады. Мейірімдік жасағаны қандай деңіз? Жәбірейіл келді дейді алдына, мәләкүл жабалмен, тау періштелермен. Ей Мұхаммед, саған олар тас лақтырды. Біз оларға тау басамыз үстінен қазір. Сенің қолыңда осы Таифтың тағдыры. Айт деді. Осылай емес па тарихта? Не деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям? Ата-анам ол кісінің жолында құрбан болсын. Не деген мейірімділік деңіз? Раббым, оларды кешір. Оларды кешір. Ол сені танымайды ғой деді. Менің пайғамбар екенімді білмейді ғой деді. Бәлки қайырлы дұға етті.